Грек жаңғағының жапырағы, шикі және піскен дәні, жұқа қабығы, гүлі мен майы да адам денсаулығына өте пайдалы. Грек жаңғағының құрамында пайдалы дәрумендер В2 және В12, А, Д, С, Е, К, омега-3 пен омега-6, фосфор, марганец, йод, калий, магний сынды басқа да пайдалы элементтер мен макроэлементтер бар. Сонымен қатар, жаңғақ сиыр етіне қарағанда жоғары калориялы және 17% ақуызы бар. Әрі бұл вегетариандар үшін таптырмайтын ингредиент болып табылады. Грек жаңғағы өздігінен синтезделмеген және ми мен бауырдың жұмысын жақсартатын қанықтырылмаған қышқылдарды қамтиды. Жаңғақ майы қабынуға қарсы бактериоциттік қасиетке ие және иммундық жүйені дұрыстап, ағзаны әрқилы ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Жаңғақты жүктілік алдында, радиациядан қорғану барысында, жадты жақсарту үшін және жүйке жүйені дұрыстау мақсатында тұтынған жөн. Оған қоса эфир майды, флавоноидты, танинді, юглонды, гидроюглонды, аскорбин қышқылын табуға да болады. Бүгінгі видео ақпаратым грек жаңғағының адам ағзасы үшін қаншалықты пайда және де қандай адамдарға зиян келтіруі мүмкін екенін айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және де достар, каналыма тіркеліп қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Құрамындағы бұл бағалы заттарының арқасында түрлі дертке дауа екенін білесіз бе? Нақтырақ айтқанда, іш өту, тоқ ішектің қабынуы, тері ауруларына таптырмайтын ем болады. Сонымен қатар қан жолдарын кеңейтеді, жүйкені тыныштандырады және несеп жүргізеді. Жаңғақты жас балаларға, жүкті және емізулі аналарға, сүйек сынғанда және остеопороз кезінде жесе, ағзаны кальций мен фосфор элементімен байытады. Тері ауруларында грек майының пайдасы орасан. Егер теріңізді жырып, сырып алсаңыз, немесе есек жем, қышма, бөртпе шықса, осы майды жақсаңыз тез жазылады. Сондай-ақ мұрыннан су аққанда, гаймориттің әсерінен мұрын бітелгенде, тұмау тигенде мұрынға грек жаңғағының майын тамызасыз. Грек жаңғағының майын қайда аламыз дейтін кісілерге майды үйде жасауға да болады. 1 литр тазартылған күнбағыс майына 100 грамм сүтті грек жаңғағын салып, бетін жауып қойыңыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қоясыз. Күн сайын банкіні қозғап тұруды ұмытпаңыз. Тура 2 аптадан соң дайын болған майды тері ауруларына қолдануға болады. Майды тоңазытқышта сақтау керек. Грек жаңғағы кез келген дертке шипа болатын керемет дәрі. Оны мына ауруларға да қолдануға болады. Жарты келі таза балға қолдың сары майы мен 4-5 ас қасық грек жаңғағының майын қосып, жақсылап араластырыңыз. 1 келкі болған қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қою керек. Дайын болған емдік қоспаны күнде 1 ас қасықтан жейсіз. Емді таңертең аш қарынға немесе түскі астан алдын қабылдау қажет. Бұл қоспа асқазан жарасына керемет дәрі болады. Ал егер асқазаныңызда гастрит болса, онда күніне 10 дана грек жаңғағын жеуді әдетке айналдырыңыз. 3-4 тамшы грек жаңғағының майына 1 шай қасық тазартылған өсімдік майын араластырып, мұрныңызға тамызыңыз. Қоспа жылы болу керек. Емді күніне 2 рет таңертең және кешке қабылдайсыз. Ересектерге 3 тамшыдан, кішкентайларға 1 тамшыдан болады. Бұл гайморит ауруына ем болады. Ал ұнтақталған грек жаңғағына бірдей көлемде таза бал араластырып жейсіз. Емді кез келген уақытта қабылдауға болады. Бұл қоспа ағзаны қуаттандырады. Әсіресе ауырған кезде немесе ота жасатқан науқастарға керемет ем болады. Кептірілген грек жаңғағының жапырағын қара шайға қосып демдеп ішсеңіз,
Асқазан ішек жолдарындағы дертке дауа болады. Бір ішкеннен керемет результатты байқауға болады. Іштің қатуы, өту, желдену және шаншу тоқтайды, әрі асқазан жеңілдейді. Ал суық тигенде, тұмау болғанда осы шайды демдеп ішсеңіз болады. 2 дана грек жаңғағының жапырағын, 2 дана эвкалипт жапырағын, 2 дана жалбыз жапырағын араластырып шәйнекке саласыз. Үстіне қайнаған су құйып, сыртынан жылы етіп орап қоясыз. Шамамен 7-8 минуттан соң дәрілік шай дайын болады. Оны аз-аз ұрттамнан ішесіз. Татымы ұнамаса бал қосуға болады. Дисбактериозға таптырмайтын ем болатын тұнбаны да дайындауға болады. Ол үшін 1 ас қасық кептірілген грек жаңғағының жапырағын ыдысқа салыңыз. Үстіне 2 стакан қайнаған су құйып, ыдысымен оттағы ыдысқа саласыз. 30 минут булау қабылдаған соң емдік тұнбаны сүзіп алу керек. Дайын болған тұнбаның 3/1 бөлігінен күніне 3 рет ішесіз. Емделу мерзімі 21 күн. Бұл тұнба сонымен қатар ауыздың уылуы, яғни стоматит, гингивит, қызыл еттің қабынуы кезінде керемет ем бола алады. Оған қоса бұл тұнбаны бөртпе, есекжем, тершеңдік, балалардағы диабет секілді тері ауруларына жақсаңыз, тап-таза сол мезетте жазылады. Грек жаңғағының құнарлы құрамына қарамастан өзіндік зиянды тұстары да бар. Грек жаңғағы мықты калориялы болғандықтан, оны семіздікпен күресіп жүргендерге және балаларға мөлшерден тыс жеуге болмайды. Бұларды теріс тұтыну ми жұмысы мен бадамша бездерінің қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Жаңғақ барлық адамдарға рұқсат етілмейді. Сонымен осы өнімге жеке төзімсіз адамдар да бар. Сондай-ақ жаңғақ аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Егер жаңғақтың дәнінің құрамында қараңғы ядро іздері бар болса, оны тұтынуға болмайды. Өйткені олар адам ағзасына зиянды заттарды шығарады. Сондықтан өнімді тек балғын кезінде тұтынған дұрыс. Өйткені көгерген жаңғақтың құрамында қауіпті ісік пайда болғызатын афлатоксиндер бар. Жаңғақты тұтынарда өте мұқияттылықпен жеген дұрыс. Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі тақырыптың қандай болғанын қалайсыздар? Комментария бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолын іздеңіз. Сондықтан салауатты өмір салтын сақтап, дұрыс тамақтану бұл біздің денсаулығымыздың кепілі. Келесі кездескенше сауда сәлемат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Сіздермен бірге болған Жүз жаса каналы.